рөлдегі қыз екен. Жедел жәрдем шақырыңдар. Жедел жәрдем шақырыңдар. Алло, сәлеметсіз бе? Мұнда бір адамды қағып кетті. Көшесі? Ой, Аллай. Мекен-жай қандай? Мекен-жайын айтып жіберші. Сіз қайдан шықтыңыз? Бәрі дұрыс па? Қорқпаңыз, бәрі жақсы. Ауруханаға баруыңыз керек. Егер сіз солай десеңіз, менің атым Айдар. Гаухар. Өте қуаныштымын. Айтып тұрмын ғой, жұмысқа баруым керек. Кеше қайда болдың? Құжаттарды тексердім. Қоңырау шалып айтуға болмай ма? Мен саған сені 2 түсіндірдім ғой. сағат күттім. 2 сағат түсінесің бе? Қуатым таусылып қалды деймін. Айдар! Қане көмектесейін? Қане қолыңды бер. Ағасы бардың. Сен мені дұрыс түсін. Әзірге мен сені ағаларыммен таныстыра алмайым. Ата-анамыздан ерте айырылғандықтан мені солар өсірді. Сондықтан олар мен үшін... Жарайды. Бірақ сен уайымдама. Қаласан күлкілі әңгіме айтайын. Сенің көңіліңді көтеріп берейін, а? Тыңда. Америкалық, қазақ, жапон үшеуі кездесіп қалады. Қазақ оларға: сендер мұнда не қылып жүрсіңдер? Экспо баяғыда бітті ғой депті. Саған не күлкілі емес пе? Білмейм, әзілің бір түрлі екен. Жалпы, мен қалжыңды онша түсінбейм. Мүлде күлкілі емес. Қысқасы, мен кеттім. Кейін келем, жарай ма? Мынадай қалжыңнан кейін мүмкін мүлде келмеспін. Не болды? Сен тапсырыс бере бер. Мен қазір тез келем. Тұра тұршы, бірдеңе айтайын деп едім. Тез барып келем. Қазір, жарай ма? Саған бірдеңе айтайыншы. Жарайды, қарындас. Қарындас, бола ма? Ол нәрсенің бәрін өзім шешем. Қам жеме, жарай ма? Гоша? Аман аға? Жарайды, барып, сен отыра бер. Гоша, сен мұнда не істеп жүрсің? Мен мұнда құрбыларыммен... Ал құрбыларың қайда? Бірге оқыған қыздар... Ана жақта отыр. Аха, солай ма? Онда жүр, шығарып салайын. Ой, жоқ, Аман аға, өзім. Жүре қой. Бұл сондай қалжың ғой. Сосын оған бұлай дедім. Қыздар, мен қайтып келдім. Сәлеметсіңдер ме, студенттер? Біз әрине студент емеспіз. Қарасам, іштерің пысты ма? Онда мен бір күлкілі әңгіме айтайын. Тыңдаңдар. Америкалық пен бразилиялық қазаққа кездесіпті. Қазақ оларға:
Сендер мұнда не қып жүрсіңдер? Экспо өтіп кетті ғой дейді. Шын айтам, күлкілі емес. Аман аға, көріп тұрсыз ғой, қыздар сізден қысылып отыр. Жүріңіз, сізді шығарып салайын. Қыздар, қайт келем. Түсінбеді, мұнысы нес? Онда не? Гоха, сен кішкентай емессің ғой? Әлде менен ұялып отырсың ба? Жоқ, жай. Ағаларым өте қызғаншақ. Бұның бәрін оларға қалай түсіндірем? Айтпақшы, маған мейрамханада бірден айтқым келді ғой. Иә, айтқым келді. Бірақ қолайлы сәтті күттім. Қысқасы, Гоха. Жарайды, айтайын. Сен өзің де білесің, кездесіп жүргенімізге біраз уақыт болды. Жерге жат. Не? Жерге жат дейм. Не үшін? Қуа! Көмектесіңдер! Бага, сен қайдан? Гоха, сен бе? Бірдеңе сұрамақшы болып еді, әлсіреп құлап түсті. Рас па? Қане, былай тұр. Ол не? Шынымен дем алмай ма? Жоқ, демі бар сияқты. Алло, бауырым. Бұған көмек керек. Не істейміз? Сен қарама. Қазір. Мүмкін керек емес шығар, а? Бага! Керек. Бага! Бага! Енді не істеуім керек еді? Өтінем, ашуланбаш. Өзі қайдан шыға келді білмеймін. Естіп тұрсың ба? Не? Естіп тұрсың ба? Гоха, білесің бе? Осының бәрі шаршата бастады. Негіз саған бір маңызды нәрсе айтайын деп едім. Сен отыршы. Жоқ, мына жерге. Тек сен сөзімді бөлме, жарай ма? Кездесіп жүргенімізге бір талай уақыт болды. Мен көп ойландым. Мен кешіріңіз, өтінем. Тыныштық сақтауға бола ма? Рахмет. Гоха. Қазір. Қап. Жоқ. Гоха, маған тұрмысқа шықшы. Жоқ. Неге? Ағаларым қарсы болады. Мен мүлдем ештеңеден қорықпаймын, ешкімнен. Сенің ағаң ернімді жұлып ала жаздады. Ал мен қалғаны мен үшін түкке тұрмайды. Жалпы бұған ағаларының қатысы қанша? Ең бастысы, өзіңше келісесің бе? Иә. Иә? Иә, келсем. Рас па? Келсем. Қымбатты ағаларым, білем, сендер мені жақсы көресіңдер. Мен де сендерді өте жақсы көрем. Айтайын дегенім, бір жақсы жігітке тұрмысқа шықпақшымын. Ол да мені қатты. Қымбатты ағаларым, білем, сендер мені жақсы көресіңдер. Мен де сендерді өте жақсы көрем. Сонымен ақыры тұрмысқа шығатын болдым. Ол жақсы адам. Айтпақшы, аты... Қап, маған не болды? Қысқасы, мен тұрмысқа шығам. Ол...
едім. Қайда шығасың? Ал ендеше. Қысқасы, мен тұрмысқа шығам. Онда мен бас құда болам! Аман аға, полицияда қызмет еткеніне 20 жыл болды. Сондықтан күлмесе, таңғалма. Және ол кешіккен адамды жек көреді. Қорықпа, кешікпеймін. Қанапия, түнгі клубта жұмыс істейді. Өмір бойы ауылда тұрған. Қазір менімен бірге тұрады. Қанапия, канапляға ұқсайды. Айтпақшы, еш қашан атын атама. Түсінбедім, сонда оны қалай атаймын? Бұл оның аты емес пе? Тек қана аға десең болды. Атынан қысылады. Асан, 2008 жылғы қаржылық дағдарыстан кейін күйзеліске ұшырап, орманда жалғыз тұрып жатқанына 10 жыл болды. Сондықтан оған банкте істеймін деп айтушы болма. Банкте? Жоқ, қазір демалыстамын ғой. Жалпы жұмыс туралы ештеңе айтқым келмейді. Онда айтпай-ақ қой. Аян, Сүйкімді жігіт. оны тек мақтай бер, қолдап, қолпашта. Ол өзін мақтағанды жақсы көреді. Оп-оңай. Келесі. Онымен таныстым. Бага, спортшы. Сондықтан спортшыларды жақсы көреді. Айтпақшы, сен бұрын спортпен айналыстың ба? Каратеге барғам. Қанша жыл? Жыл емес? 3-4 сағат. Жарайды, оны айтпай-ақ қой. Туф! Не болды соншама? Неге сонша бас қатырып отырсыңдар? Егер шынымен ағаларына ұнағың келсе, қызықты оқиға ойлап тап та соны айта сал. Қалай? Қысқасы былай болды. Жақында қолыма гипс тартып жұмысқа бардым. Сосын бәріне ағаш басындағы мысықты құтқардым деп қолымды сындырдым дедім. Олар мені бір айда жұмыстан босатып, үстіне тағы ақша қосып берді. Ақымақтар, е? Тұра тұр. Сонда маған өтірік айттың ба? А? Самат, Донердің есі шығады. Самат, Донер қайда сатылады? берге. Білмейсіз бе? Самат, Гоха, меніңше тамаша идея. Қалай қарайсың, маған ұнайды. Несін созамыз? неге? Сенде сеніп қалдың ғой. Ой, жарайды. Онда ертең 12-де. Ұйықтап қалма. Ренжітпе, қашан ұйықтап қалдың? 12-де. Білмеймін. Қорқып тұрмын. Алло, Гоха, Қайдасың? келіп қалдым міне. Сәл-ақ қалды. Тезірек кел. Аха, қазір. Я қарындасым, ол қайда? Келе жатыр, қазір келеді. Сонымен, күйеу жігіт кім? Сен оны білесің. Шын ба? Сен оған қолдан дем бердің. Кешіріңіз.
Ай. Кешіріңіз. Қазір осы жер ме? Кешіріңіз сұрауға бола ма? Ай, қап қыстырылысып болмадың ғой. Мә, Мен... басқа жоқ, кешір. Сәлем. Қайда жүрсің? Бәрі жақсы. Қорқатын ештеңе жоқ. Сәлеметсіздер ме? Ассалаумағалейкум. Ассалаумағалейкум. Кім келгенін қара? Қалайсың? А? Бауырым, қуанып қалдым. Қалай, жағдай жақсы ма? Жақсы. О, Асанды көрмегелі қанша болды? Асан аға. Отыр, қарындасым. Төрге аға. Ал бауырлар. Эй, жарайсың. Қане кел. Ап. Қалайсың? Жарайсың. Қалайсың ей? Жақсы. Сағындым ғой бауырым. Мә, отыр. Қане. Отырыңдар. Қанша болды көрмегелі? Иә. Орынды қал. Қарындас бос па? Ой, кешіріңіз, алуға бола ма? Рахмет. Қадірлі ағаларым. Таныс болыңдар. Бұл менің жігітім Айдар. Қуаныштымын. Ал. Ардақ, айта бер. Немен айналысасың? Мен Айдармын. Жоқ, ол актер. Өлген адамның рөлін қатырып ойнайды. Жоқ, мен актер емеспін. Банкте істеймін. Яғни банкмен жұмыс істеймін. Мен банкілерді айналдырам. 2 литрлік, 3 литрлік, бірақ көбіне 3 литр. Сен сонда не, әжелерге жұмыс істейсің бе? Енді ең бастысы табыс жақсы. Ал сонда қанша табасың? 60 мың. О, 60 мың, яғни нағыз сақыр кедей. Сосын той қайда болады? Қоқыс жинайтын жерде ме? Неге қоқыста? 60 мың жақсы табыс. Міне, мен де 60 мың алам. Сондықтан бәрі дұрыс. Ол бір айда 60 мың табады. Айна ма? Онда мынау бейшара екен ғой? Сонымен сендер қалай тансыңдар? Айтарлықтай ештеңе болған жоқ. Гоха мені көлікпен қақып кетті. Иә, ерекше ештеңе жоқ екен. Енді бәрі жақсы, аман есемін. Қолыңа не болды? Мынау ма? Қаһармандық танытам деп, жай болар болмас нәрсе. Болар болмас нәрседе. Мүмкін сен біздің қарындасымызды құтқарған шығарсың. Дұрыс айтасыз. Дәл солай қарындасыңызды құтқардым. Қызық екен, қалай болды? Ол талға шықты. Мен артынан. Гоша, сен ағаштың басында не істеп жүрсің? Мен сырғамды жоғалтып алдым. Иә. Ағаштың басында ма? Иә, Айдар екеуміз әдеттегіде ойнап жүргенбіз. Ол алды да сырғамды ағашқа Айдар лақтырды. лақтырса, өзі неге шықпайды? Енді Гоха берген жоқ. Айтайын дегенім, Гоха мен шығармай қойды. Сөйтіп өзі шықты. Иә, несі бар, менің сырғам өзім шықтым. Ие. Оның үстіне Айдар Мен биіктіктен сендер қорқады. түсінбедім. Егер ол биіктіктен қорықса, ағаштың басына неге шығады? Гоха сізді полицияда істейді деді. Қаласаңыз, анекдот айтып берейін. Амеке. Ей, аман аға десең болды ғой. Жақсы. Тыңдаңыз, Амеке. Қысқасы, бір кісі түрмеге түсіп, және камералы серігіне өмірде не көрмедік. Тұрған полицейді де
жатқан полицейді де көрдік, бірақ отырған полицейді бірінші рет көруім депті. Ей, қанапия. Қойсаңшы енді. Бәстесеміз бек, қазір келгеннен кейін аузыңды жапшы деп айтады. Братан, сен темекін тастап кетіп едің ғой. Аузың жауып отырш. Мен сендерге айттым ғой, қанапе деп айтпаңдаршы деп. Қанапе деп айтпаңдар. Айттым ғой, өтіндім ғой. Сен Амеке деп айтса жақсы ма? Байқамай айттым. Козел десе козел екенсің. Қойыңдар, бөтен адамның көзінше ұрыспайық. Мұнда кім бөтен? Бәрі дұрыс, өзімде қазір дәретханаға барсам деп едім. Ей, гипсің қайда? Сіздерге арналған тосын сыйым бар. Менің қолым жазылды. Жақында сындырдың ғой. Енді, мен өзімде таң қалдым. Білгір дәрігер екен. Гипсті жақсы салыпты. Ей, сен бар. Қыдыра тұрш. Өтінем. Түсінбедім. Таза ауа жұтып қайтшы. Окей. Осы ма бізге әкелген адамың? Мазақ қылсам да, жалпы өзі жаман жігіт емес сияқты. Біріншіден ол адам. Мұрны бар, сөйлей алады. Жалғыз мына әрине біткен адам, бірақ бұл түкке тұрмайды. Кешір қарындасым, бірақ жарамайды. Сендерге білмеймін, алмаған ұнады. Сүйкімді, жақсы, жылы жүзді жігіт. Нағыз, нашақор. Гоша, ол не сені қорқытып жүрме? Онда маған айт. Қазір жасақ шақыртып, түрмеге отырғызам. Ешкімді шақыртудың қажеті жоқ. Сендер оны білмейсіңдер. Сонда да мазақ қыла бастадыңдар. Бәрі түсінікті, жан ашиды. Бос сөз. Айдар адал адам. Не істесе де, ол шын көңілден істейді. Мен оны сол үшін жақсы көрем. Сүйем. Ол өзін сәл ыңғайсыздау ұстады. Бірақ сендер де осал емессіңдер. Гоша, бірақ біз бәріміз бір отбасымыз ғой. Сен ойлап отырмыз. Мені уайымдаудың қажеті жоқ. Мен енді бала емеспін. Тек бір нәрсені түсінбеймін. Сендер бәрін қызғаныштан істейсіңдер ме? Әлде жауыздықтан ба? Сендер қорқытпаған жігіттер қалмады. Өздеріңді ғана ойлайсыңдар. Қалай ғана гипсті ұмытып кеттің? Гипспен дәретханаға бару ыңғайсыз екен. Қысқасы, әр ағаммен жеке-жеке таныстырам. Өтінем, бұл жолы ширақтау бол, жарай ма? Өздеріңізбен бірге Назым Ғаділбек. Бәрі тамаша болады. Айтпақшы, бүгін бізді Аян тренингке шақырды. Қандай тренинг? Миллионерлерге арналған тренинг. Сахнаға шығып адамдарды оқытады. Тамаша. Білесің бе, меніңше екеуміз тіл табысатын сияқтымыз. Бала кезімде мен де сахнада өнер көрсеткем. Бірақ мектеп театрында, және бар жоғы бірақ. Неге бірақ рет? Енді сол кезде бәріне желшешек жұқтырдым. Сосын мені қуып жіберді. Байғысым-ай, байқа Аянға барғанда ешкімді ауыртпа. Жоға. Гоха!
Гоха, бұл сен бе? Өз көзім өзім сенбей тұрмын. Саған кездесетінімді біліп ем. Марсель, сен қайдан келдің? Аспаннан түстім. Жоқ, періште емеспін. Бар жоғы ұшқышпын. сәлеметсіз. Қортақ, саған кім сөз берді? Гаухар, күн сайын сен 2 рет ойлайым. Көзімді ашқанда және жұмғанда. Ал мен сен туралы мүлде ойламайм. Гоха, қателігімді мойындадым ғой. Дұрыс істемеппін. Бәрін қайтадан бастайық. Маған тұрмысқа шықшы. Әйтпес айнып қалуым мүмкін. Марсель, бос сөзді қой. Менің жігітім бар. Ол кім? Қайда? Ол мен. Сен не мына қортыққа шығасың ба? Ой, аулақ жүрші. Кеттік. Рұқсат еттім, болмаса шығарып салайын. Жоқ, Онда сені көзімен шығарып салам. аулақ жүр дедім ғой. Гоха! Сенсіз өмір, сөнген көмір. Бұл кім, бұрынғым ба? Иә, Жақсы жігіт. Рас айтам, тіпті мін жоқ. сен не, соны мақтап тұрсың ба? Ол сені қортық деп атады. Енді сұрт көзсінші. Ол не, сені тастап кетті ме? Жоқ, мен оны тастадым. Сен бе? Онда нағыз ақмақтық жасапсың. Стюардессамен көңілдес бопты. Ондай кімде болмайды. Сенің басың істей ме? Қалжың ғой. Күлкілі емес. Мен Гоха. Сенсіз өмір сөнген көмір. Гоха, жай қалжың ғой. Басты ауыртпа. Т-С-Г-Ж. Ақша. Ақша үшін әжеңді өлтір. Қалайсыңдар, бірақ маңызды емес. Алдымен келісіп алайық. Менің бизнес тренингімде барлық адам бірдей. Сондықтан сендер мені Аянаға деп атайсыңдар. Ал мен сендерді байғұстар деймін. Байғұстар түсінікті ме? Өте жақсы. Апа, сізге ше түсінікті ме? Иә, Аянаға балам. Білесіздер ме, бізде миллионерлер сендер сияқты адамдармыз. Тек сәл баймыз, табыстымыз және әдемірекпіз. 1000 миллион есе. Бірақ бәріміз ақша табамыз. Естеріңе түсіріңдерші. Алғашқы ақшаларыңды қашан таптыңдар? Мысалы сен. Жұмыс істеуді қанша жаста бастадың? Мен жұмыс істемеймін. Еш жерге кіре алмай жүрмін. Ешкім алмайды. Мүмкін үйретерсіз. Жазып ал. Тіс жуғыш ал. Аянаға, ал сіз қанша жасыңызда табыс таба бастадыңыз? Мен ақша табуды 6 жасымда бастадым, және өте тез көтерілдім. Қысқаша айтқанда, бюджетім қысқартылып, туыстар маған инвестиция жасай бастады. 18 жасымда аздаған қаржылық дағдарысқа тап болдым. Амал жоқ, бюджетті тағы қысқартуға тура келді. Сөйтіп бәрі қысқара бастады. Негізі, мәселе онда емес. Әрбір адам өзіне миллионды қалай табам деп сұрақ қою керек. Мәселе сонда. Апа, сіз білесіз бе? Зейнетақыны жинау керек. Ай, қандай зейнетақы. Сіз тура зейнеткер секілді ойлайсыз. Сұрақты қайта қоям. Миллионды қалай табуға болады? Меніңше, әркім өз бетінше табуға тиісті. Ешкімге тәуелсіз. Мен өз басым солай деп есептеймін. Ер адамдарға мүлде сенуге болмайды. Өте жақсы. Сіз мықты, тәуелсіз әйелсіз. Отырыңыз. Кешіріңіз. Кешіріңіз. Қараңыздар, бүгін бізге қайталанбас талантты қарындасым Гаухар келді. Қонаққа құрмет көрсетейік. Иә, ол болашақ табысты бизнес-вумен. Сонымен қасында кездейсоқ бір танысы бар. Аты Айбек. Айдар. Айырмашылығы неде? Байғұстардың бәрі бірдей. Айтайын дегенім, Гаухар төрге шық. Сенесіздер ме? Айдос менің қарындасыма үйленбекші, Гаухарға. Иә. Қане, Алек, менің қасыма шық. Айдар. Қандай айырмашылығы бар? Бізге өзіңнің қаржылық жағдайыңды айтып бересің. Қане, Жүсіп, баста. Айдар. Ал, Ксюша, Жандар.
Айдар, иә. Сәлеметсіздер. Енді табыс табуда 16 жасымда бастадым. Мен күзетші боп жұмыс істедім. Балабақшада. Менің міндетім балаларды ажырату болатын. Олар бір-бірімен Микрофонға. төбелеспеу үшін, бірақ жарты жыл өткен соң директор мені қажетің жоқ деп жұмыстан шығарып жіберді. Өйткені балалары төбелесуді қойды. Мүлде қызықсыз. Не? Бишара! Табысты адамның бірінші қағидасы ол көпшілікпен байланыс орнату. Онда анекдот айтайын. Бір миллионерден нарыққа кіргеніңізге бар жоға 6 ай болды. Миллион таптыңыз. Құпияңыз неде деп сұрапты. Сонда ол, енді құпия ештеңесі жоқ, бизнесті 2 миллионмен бастадым деп жауап беріпті. Бизнес бастағанда 2 миллионы болыпты. Шығын шеккен. Бұл онсыз да түсінікті. Ренжіме. Анекдот айтпай-ақ қоюың керек еді. Тағы масқара болдың ба? Меніңше оған ұнамаған сияқтымын. Иә, Аянға ешкім ұнамайды. Бәрі жақсы. Уайымдама, ол бізді үйіне шақырды. Екеуміз қазір Қанапия ағаның түнгі клубына барамыз. Жастар, дауыстарың естілмейді, қане жандырайық. Қане бәріміз бірге. Ол не, диджей ме? Иә. Қолындарым. Қанапия, Дастарханға жүріңдер дейім. Жұмысыңыз керемет екен. Иә, білем. Осының бәрі жастар үшін. Сенделіп көше кезгенше осында жүрсін. Көңіл көтерсін. Өзім жас кезімде ешқашан бос жүрген жоқпын. Неге екен білесің бе? Жоқ. Мен жерінде тұрғам. иә. Жарайды, мен халық күтіп отыр. Мені халық күтіп отыр дейм. I love you. Мен кеттім деймін. Біз мұндай тапсырыс берген жоқпыз. Бұл сіздерге анау сымбатты жігіттен. О, ассалаумалейкум, Марсель. Гоха, ал керек болса. Қандай сәйкестік? Сен не, мен аңдып жүрсің бе? Аулақ жүрш. Сен не, Моншағада осы киіммен барасың ба, а? Мачо. Балақа, есіңде болсын. Мен мачо емеспін. Қарапайым дәнекерлеушінің баласымын. Ал менің көзім бала кезден осындай. Марсель, кетші, а? Гоха, тұра тұр. Есіңде ме, екеуміз қандай бақыт едік. Гоа кешін қанша рет бірге қарсы алдық десеңші. Ол мен емес болатын. Қалайша, сен емес пе? Мүмкін сен мені стюардессамен шатастырып тұрған шығарсың, а? Балақай, түсінбедім. Қарындасым жігітімен келді. Аты қалай еді? Ұмытып қалдым. Жарайды, маңызды емес. Сендерге арналған тосын сыйым бар. Осан сендерге арналады. Гоха! Ән арнадым саған, жай ғана әдемі, ай, менің әнім әсте
қайғырып көрсінбейді. Ол айта алмай жүрген сезімімді жырлайды. Жаным, жаныңды баяу еріксіз жаулайтын сол қайғы жоқ менің әнімде. Бұл әнім тек саған. Ұнайсың сен маған. Сен мені ойлап бұл әнім тек саған. Гоха, мүмкін су берерміз. Жарайды, ашуланба. Әдейі істедің бе? Ұзабековке ме? Иә, Онда сіздерге жақсы жаңалық айтайын. Соқыршек отасы сәтті өтті. тоқтай тұрыңыз. Қандай соқыршек? Не, баста да соқыршек бола ма? Қысқасы бұлай. Тексеру барысында соқыршек бар екені анықталып, дереу ота жасауға тура келді. Ал басында қорқатын ештеңе жоқ. Мойнына бекіткіш қойдық. 1-2 аптада аттай болады. Сондықтан әкете берулеріңізге болады. Тоқтай тұрыңыз, 1-2 күн жатқызуға болмай ма? Болмайды. Бас дәрігер оны қуып шықты. Ағаңыз жан сақтау бөлімінде темек тартты. Жақсы, рахмет. Айтпақшы, мынау сізге соқыршек. Не үшін? Жай, дәрігерлерде осындай ырым бар. Мәселен, тіс дәрігерлері жұлған тісті өзіне береді ғой. Ал біз соқыршекті. Дәрігерлік сарқат. Айдар, сен алшы. Не болды? Қанағай қалай? Уайымдамаңдар, бәрі жақсы. Мен барып алып келейін. Алып кел. Иә? Не болды? Дәретханаға барып келеміз бе? Таза ауа жұтамыз. А? Жоқ, қажеті жоқ. Түсінбедің бе? Қысқасы, белгілі адамдар сенің дәретханаға барғаныңды қалайды. Қандай адамдар? Дегенмен түсінген жоқсың, иә? Қысқасы былай. Мен сенің дәретханаға барғаныңды қалаймын. Не үшін? Балақай, сен не? Спортшысың ба? Байқамай аяғым тиіп кетті. Сен не каратешісің ба? Иә, аздап айналыстым. Сонда не? Не? Құртшы мұнаны. Сонда не? Әлсіздер тимесің бе? Аяқпен. Бага, мен сенімен байланысқым келмейді. Дұрыс дейсің. Онда тыңда. Ертең сағат 3-те біреулермен кездесеміз. Егер шынымен де мықты жігіт болсаң, келіп қарындасыма лайықты екеніңді дәлелдейсің. Түсіндің бе? Түсіндің ғой? Түсіндің ба деймін? Түсіндім. Кеттік. О, аға, қалайсың? Бәрі дұрыс па? Базар жоқ аға, сен тура Майкл Корлеоненің нағыз өзсің. Мені кешіріңіз, Қанапи аға, өтінем. Кет жары! Бауырым, темекі берші. Алло! Өлімтік қап сені ме? Мұнда қара! Далаға шықшы! Жекпе-жекке шық! Не? Не? Саған не керек? Сен кімсің, а? Ей! Сен мені түсініп тұрған жоқсың ба? Болмайды дедім ғой. Әңгіме бітті. Жоқ, қолымнан келмейді. Бауырым, қорықпа.
Не болды? Кіммен сөйлесу керек? Не болды, қарындасым? Қандай мәселе? Оян, көзіңді аш. Не? Тұр дейм, біз келдік. Не? Қайтарымсыз ғой. Қорықпа. Кешіріңіз, бағаны көрдіңіз бе? Тыныш, тыныш. Сәлем, Гоға. Бағамен кездестім. Кездесуге келдік, бәрі жақсы. Ағаңмен байланыс орнатып жүрмін. Қалай десем екен, қылмыстық тимбилдинг. Не? Абонент байланыс аясынан тыс жерде. Мүмкін. Босқа тұрғанша. Анекдот айтармыз, жай тұрғанша. Жарайды, айта бер. Тек сыбырлап. Қысқасы, Чебурашка құлағын сындырып алды. Енді ол палуан. Чебурашка. Сен туралы анекдот айтты. Қандай? Чебурашканың құлағын сындырып дегенді ол сен дейді. Түсінбеді. Басқа анекдотың бар ма? Алло, Алло, Гоша. Аман аға, Оу. Айдарға бірдеңе болды. Бага оны кездесуге ертіп барыпты. Енді екеуі де жауап бермейді. Қорқып отырмын, тіпті не істерімді білмеймін. Түсіндім, Гоша. Сен қатты уайымдама. Өзім барып бәрін анықтаймын. Жарай ма? Жоқ, мен күте алмаймын. Аман аға, мен сізге бара жатырмын. Қысқасы, кішкентай түсініспеушілік болды. Вагондар басқа жаққа кетіпті. Біреу тоқтатқан. Бізге 2 күн бер. Бәрін шешеміз. Кепілдік бересің бе? Жігіттер, түсінбедім. Мен не сендерге күлкілі бірден айтып тұрмын ба? Бауырым, сен мұнда не қып жүрсің? Қолыңды тарт деймін. Түсінбедім. Қолыңды тарт. Сен ағаңмен қалай сөйлесесің? Мен саған айтып тұрмын ғой. Ол менің нөкерім. Нөкер сенсің. Кім, мен бе? Мен бе нөкер? Иә, сен. Онда мә! Бага. Бага қайда? Чебурашка жайлы көп әңгіме айтып қоясың ба не? Өзіміз ғой. Мә! Осы сен былығыңды қашан қоясың? Көмектесем де жүрем. Ой, қойыңыз жаман аға. Нені қой дейсің? Ананды қасыңа ертіп алыпсың. Ол нағыз нақұрыс. Өзімізге қарсы шықты, ақымақ. Сен біздің фамилиямызды масқаралап жүрсің. Өзіміздің бұлықтан өзіміз шығып жүрміз ғой, аман аға. Мен саған соңғы рет ескертемін. Егер тағы қайталайтын болсаң, үйдегі интернетіңді пшт жұлып тастаймын. Әңгіме бітті. Сәлебетсіз.
Мен қайдамын? Аузыңды жап. Бұл жерде сұрақты мен қоям. Ал қазір я немесе жоқ деп те жауап бер. Иә. Қылмыстық кездесуге қатыстың ба? Иә. Онда қаншадан болды? Жоқ. Сасық күзен мықтысың ба не? Жоқ. Дұрыстап жауап бер. Қаншадан болды дейм? Қасыңда кім болды? Мен бәрін білмеймін. Бар білетінім чебурашка болды. Шыбын болды. Қандай чебурашка? Қандай шыбын? Ей, сен біткен нашақорсың ба не? Жоқ. Фамилияң атың, әкең аты кім? Кімдік? Сенің аты жөнің кім дейм? Айгерімов Айдар Ерланұлы. Қалай? Айгерімов Айдар Ерланұлы. Сенің фамилияң Әйгерімов пе? Иә. Сенің фамилияң әйел атымен атала ма? Әйел аты емес, жай сәл жұмсақтау. Солай де. Онда жазайық. Ұйымдасқан қылмыстық топтың басшысы. Бұдан артық шыдай алмаймын. Құрысын. Кешірім өтінем, әрі қарай өзіңіз сөйлесіңіз. Ана жаққа бар. Мында отыр. Аман аға. Сәлеметсіз бе? Сізді көргеніме қуаныштымын. Мен қуанбадым. Бір-бірімізге шындықты айтайық, жарай ма? Жақсы. Саған ұнай ма? Жоқ па білмейм. Сен менің жанымды келтіресің. Жақсы. Ұйымдасқан қылмыстық топқа мүшесің? Жоқ. Олармен жақсы қарым-қатынастасың ба? Иә. Ал менің қарындасым мен араңдағы қарым-қатынастарыңда қандай мақсатың болды? Үйленгім келеді. Сен не? Құтырдың ба? Келісім бермесем қайтесің? Онда алып қашам. Немене? Кешіріңіз. Аман аға. Мен қалжыңдадым. Сенің екі-ақ жолың бар. Не осында қалып, өлгенше түрмеде шірейсің, немесе мына жерден шығып, Гошаға ешқашан жоламайсың. Таңда. Осында қалам. Ей, мынау ауру ғой дейм. Қане шық. Жоқ, шықпаймын. Шық дейм. Бұл менің азаматтық құқығым. Отырғым келеді. Жарайсың бауырым, қайтпа, қал. Осында қалсаңшы. Осында отырғаныма 10 күн болды. Тамағы жаман емес, тек қана Wi-Fi жоқ. Түсінесің бе? Ей, сен аузың жапшы. Сен жақсылықты түсінбейді екенсің. Шық дедім ғой мен саған. Жоқ, шықпаймын. Шық деймін. Ей, кеңнің қалап сетем саған. Ей, Аман аға, не істеп жатсыз? Оны неге отырғыздыңыз? Гоха, олар бізді ажыратқысы келеді. ешкімнің ажыратқысы келмейді. Мынаны камерадан шығарылмай тұрмын. Мұрныңа не болды? Қане, бері кел. Кеттік. Ей, мынау шындығында ауру ғой дейм, ә? Жынды екен, иә? Кетші әрі. Мыналардың бәріне бүгін не болған? Гоха, тағы да кездестік бе? Марсель, әкел сайтырайын. Нақұрыссың ба? Сен не, мен аңдып жүрсің бе? Қателесесің. Мен тек қана өзіме қараймын. Біздің кездесуіміз тағдырдың жазуы. Дегенмен мен тағдырға сенбеймін. Тек өзім мен өзімнің сымбатыма ғана сенемін. Сен не? Мына баланы тағы айналдырып жүрсің бе? Сотталасың ғой.
Байқайым, сен де жалғыз емес сияқтысың. Сен не мен анамнан қызғанып тұрсың ба? Алдама. Анашым, Ой, қызым ай. Гоха деген осы сен бе? Тәте, сәлеметсіз бе? Гоха, мынау менің балама сенсіз қиын болып жүр. Гоха, сен білетін шығарсың деген мен есіңе салайын. Мені табу қиын, жоғалту оңай. Ұмыту мүлде мүмкін емес. Соңғы айтарым, мен қоштаспайым. Мен кездескенше деймін. Бәрі жақсы, бәрі жақсы. Бақытты болыңдар. Ағамның әйеліне көңіл аударма. Ол сондай бір түрлі әйел. Сонда қалай? Тамара кішкене не? Не аты Тамара ма? Айдарик? Тома? Тома? Не қып тұрсыңдар, үйге кіріңдер. Иә. Кіріңдер. Тома дейсің бе? Сендер не таныссыңдар ма? Айтсам сенбейсің. Бұрынғы қызым туралы айтып едім ғой. Есіңде ме? Сол Тома ғой. Ол менің ағамның әйелі. Әйел құмар. Әйел құмар? Саған дейін менде... Сәлем. Сәлеметсіз. О, Богдан, сәлем. Тыңдаршы, саған осы жарасады. Бетіңді бүркеп алсаң тамаша болар еді. Гоха, өтінем, Тамараға көмектесші. Ал біз әзірге саяхат жасайық. Үйді көрсетейін. Шұлығың таза ма? Иә. Аяғың ше? Ал ниетің ше? Жүр. Жағдайың қалай? Тамаша. Менің жеке бөлмем, әртүрлі ойлар осы жерде келеді маған. Шабыт. Иә, шабыт, қалай ақша табу, адамдарды қалай сан соқтыру, қысқасы жалпы жұмыс процесі. Иә, айтпақшы, Гаухар кешірім сұрауымды өтінді. Кешегі тренингтегі жағдайға. Иә, шынымды айтсам өзіме де ыңғайсыз болды. Жарайды. Сондықтан сені кешіремін. Әрі қарай кеттік. Мына қабатта ұйықтайтын бөлме, ар жағындағы қосымша бөлме. Иә, айтпақшы, сенде қосымша бөлме болды ма? Жоқ. Жалпы бұрын соңды ұйықтайтын бөлмең болды ма? Қорапша емес, осындай бөлме. Иә, айтпақшы, мынау біздің сұлтанчиктің жатын бөлмесі. Балалар бөлмесі ме? Сұлтанчик қайда? Балабақшада ма? Әне жатыр ғой ол. Қандай әдемі. Қызықты қара. Сен менің Айдаригіммен кездесіп жүргеніңді айтам. Яғни, бұрынғы Айдаригіммен. Иә, айтпа. Бірақ сен оған тастап кеткен үшін ренжімейсің ғой. Кім? Ол тастап па? Ойбай, оны мен бірінші тастадым. Білгің келсе. Ал мынау менің қонақ бөлмем. Иә, ақылды үй технологиясы туралы естіп пе ең? Енді... Әрине естіген жоқсың. Қара. Келесі. Қалай? Ал мынау менің сүйіктім. Иә, солай. Жарайды, осыда жетер кеттік. Салып берейін бе? Айдарик, маман қалай? Ой, сондай күшті кісі ғой. Өзін әбден сағындым, Рахмет, бәрі жақсы. Солай ма? Тұра тұрыңдар, сендер не таныссыңдар ма? Сенесің бе, біз кездесіп жүрдік қой. Кездескенде қалай? Иә, бәлінде ештеңе жоқ, дос ретінде. Дос ретінде ме? Қайдағы дос, кәдімгідей. О, бұл менің бұрынғым болды. Бұрынғым ғой, бұрынғым.
Бұл не, әзілің бе? Бұл қандай қалжың? Тамара қалжыңдап жатыр. Тамара қалжың ғой, иә, солай ма? Қашан кездестіңдер, мектепте ме? Иә, мектепте. Қайдағы мектеп? Кеше ғана. Саған дейін. Түсінбедім. Жоқ, бұрын болған. Және онша ұзақта емес. 3 апта. Жарайды, қойшы енді, неге ренжіп жатсың? Бұның не, серім менің. Жарайды, сен кімсің, ол кім? Иә, соны айтам, онымен қалай түсінбедім. Жоқ, сен қалай онымен, ол... Бейшара. Иә, жарайсың, ол нағыз бейшара ғой. Тоқтай тұр. Сендер 3 апта кездестіңдер. Сол кезде анасымен танысып үлгердің бе? Иә? Біз Майра апаймен екінші рет кездескенде ақ танысып алғанбыз. Екінші күні Томаны анаңмен таныстырдың ба? Жоқ, бірінші күні. Өйткені біз бір күнде 2 рет кездестік. Не? Иә? Ал сендер қалай жалпы таныстыңдар? Ой, бұл енді сендерге онша қызық бола қоймас. Иә. Бірақ мен бәрібір айтып берем, қысқасы. Бұл кешке болды. Мен әдемі қызғылт көйлегімді киіп, аяғымды жуып, сосын қалаға шықтым. Саябақта қыдырып келе жатсам, мынау бұзау құсап мөңіреп, орындықта жатыр. Иә, көзіме бірдеңе түсті сол күні. Ей, ол кезде сенің көзіңе жұдырық тиді. Сен ана жігіттен таяқ жедің. Есіңде ме? Ол ылғи жылап жүреді. Жылауық. Ал қазір мүлде жыламайды. Иә. Солай ма? Онда қазір мен жылайым. Тақырыпты ауыстырайық. Мүмкін біреу анекдот айтар. Ой, қажет жоқ, өтінем, тек анекдот емес. Жарайды, қойыңдаршы. Ой, Айдариктің қатқан іске анекдоты бар. Қане айтсаңшы. Айты тұрмын ғой, қажеті жоқ. Қойшы енді, неге айтқызбайсың? Әйтпесе, қазір жылайды. Тек бейшаралардың бейшара анекдотын айтпаңдар, жарай ма? Ой, сендерге не болды? Айтсын. Қане, өтінеміз. Өтінеміз, 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 өтінеміз. Тезірек айтшы, айтпесе қазір шам күйеді. Жарайды, енді майыспаш, айта бер. Айт. Қысқасы, иә, қазір иттінде есін танымай қап, сосын өзінің мылтығымен өзін атыпты. Ой, қандай қызық. Күлкім келді. Әкелбесті қатырдың. Тыңдаш, сен сондай сүйкімдісің. Тура бұрынғыдай. Қойшы. Гоха, сен неге күлмейсің? Мен бе? Неге? Сен байқамай қалған шығарсың. Солай ма? Айдарик, анекдот айтшы. Жоқ, айтқым келмей қалды. Өтінем. Жарайды, егер сен қаласаң. Қысқасы, бір күні американдық, француз және қазақ шеуі елсіз аралға тап болады. Күлкілі ғой. Жоқ, мен әлі айтып болған жоқпын. Солай ма? Ал меніңше біткен сияқты. Айтпақшы, ойын ойнайық. Бұрынғыдай, есіңде ме? Дұрыс, ойнайық. Мафияна. Жоқ, қала ойнайық. Сен жеңіліп қалдың, мен сенен мынадай шерпек алдым. Бірақ рет жеңілдім. Ал сен 5-ақ қала білесің. Жарайды, бұның не? Келіңдер, одан да казино ойнайық. Қалай ойнайық? Қараңдар, сендер көздеріңді жұмып, үйде қаласыңдар, ал мен казиноға барам. Сау болыңдар. Аян, сен кетіп қалмай тұрғанда, Гоха екеуміз саған сыйлығымызды берейік. Онда не бар? Ұста. Маймыл сыйлайды. Бұны не істеймін? Анда түймешегі бар. Қалай өшіретін аны? Білмеймін, кейде тұйықталып қалады. Иманды болсын. Айдар, шыныңды айтшы. Кім жақсы сүйіседі, ол ма? Мен бе? Мен білмеймін. Жалпы ондайды жақсы білмеймін ғой. Жоқ, қорықпа, мен ренжімеймін. Тек шыныңды айтшы.
білмеймін. Сен шығар. Сен шығар? Рас айтам, мен білмеймін. Бір дейсіңдер. Бірақ нәрсені түсінбеймін. Оның несі артық? Гоха, неге қорқытасың? Жалпы, мұнда қалай кірдің? Маңызды емес. Гоха, жетер енді. Тура бір жас баладайсың, рас айтам. Тамара баяғыда ұмыт болған. Ал сен менің болашағымсың. Алма жейсің бе? М? Сайтан алғыр. Біздің болашағымызға ештеңе бөгет бола алмайды. Ешкім кедергі келтірмейді. Гоха, егер кінәлі болсам, мені кешірші. Ренжіспейік жарай ма? А? Мұрмяу. Сен де кешір. Жарайсың. Ағаларыма шыдап жүрсің. Және олар сені мазақ қылады. Иә. Намысың ат ет. Жерден алып жерге салады. Гоха, болды, түсіндім. Қане бергілші. Иә. Ағаларың мені әбден шаршатты. Сәл шыдаш. Тек қана Асанаға қалды. Енді соған бару керек. Несін созамыз? Ертең ақ барайық. Мүмкін сонда, мүмкін қазір... Не? Енді сал. Бұл не? Мүмкін бірден естерміз. Жарайды онда. Мен басқан айттым ғой. Не? Сені сондай жақсы көрем дейм. Өте жақсы көрем. Мен де сені жақсы көрем. Жақсылап байладың ба? Аха, тұрып етпейді. Сен ештеңе айтпа. Өзім сөйлесем. Жарай ма? Жақсы. Сайтан. О, Асанаға. Сәлем. Сәлем. Неге келдіңдер? Кездескенімізге көп болған жоқ қой. Міне, сізді көргіміз келді. Сәлеметсіз бе? Түсінікті. Қашан қайтасыңдар? Біз қонақ болсақ деп едік. Жігітің бұл жерге 1 сағат шыдай алмайды. Сіз ол үшін уайымдамай-ақ қойыңыз. Уайымдап та тұрған жоқпын. Ұйықтайтын уақыт болды. Гаухар, үйде бір орын бар. Сен сонда бар. Ал сен үстіңе аюдың қиын жақ. Әйтпесе шыбын шіркей талайды. Не, шынымен бе? Жаным,
сен үйге жат. Түнде мұнда қатты суық, түрлі аңдар мен масалар бар. Мен сені ойлап тұрмын. Жоқ, ештеңе етпейді. Уайымдама. Қанша деген мен еркекпін ғой. Үйге жат деп айтып едім ғой. Бетім түгел қыршиды. Байғұсым-ай. Керемет. Ескертіп едім ғой. Сізді не шаққан жоқ па? Ештеңе жаққан жоқсыз ғой. Өйткені бұл орман кімнің бөтен екенін жақсы біледі. Оның үстіне менің дәрім бар. Масаға қарсы. Жарайды, жетер болды. Аңға шығайық. Бар жуын. Қолға түстің бе? Жындысың ба? Мынауың не сенің? Бұны әдейі кидім. Орман танып, өз адамымыз деп ойласын. Сенің несің дұрыс емес. Сонымен бүгін не аулаймыз? Бұғы. Бұғыны ұстау үшін алдымен оны шақыру керек. Сосын көздеп атып құлатасың. Ұста. О, керемет екен. Ал сен ұрғашы бұғы боласың. Орманды аралап, еркек бұғыны шақырасың. Міне бұлай. Ал. Олай емес. Жарайды. Кешіріңіз. Не? Анау қайда? Не? Дәретхана. Кез келген жерде. Мен қазір. Дәл дейді. Менің мектебім. Кешір, бұғы деп ойладым. Кешір. Қандай бұғы, саған не болды? Есіңнен адастың ба? Мен не бұға ұқсаймын ба? Абайля, жамбасымда жетіспе, жақындама. Есің дұрыс па? Бәрін сондайсыңдар. Сенің бүкіл отбасың тек қана адам қорлауды білесіңдер. Мүмкін сен бұны әдейі істеген шығарсың, а? Мүмкін мен саған бекер кездескен шығармын, а? Өлмейді. Жағдайың қалай? Не? Бәрі дұрыс па? Иә, керемет. Қане, көмектесейін. Сұрақ қоюға бола ма? Айта бер. Сен бұны маған, бұны ашумен айттың ғой, е? Мен үйге қайтқым келеді. Соңына дейін шыдаймын деп едің ғой. Қателесіппін. Ал сенің ағаларың дұрыс айтыпты. Иә, мен әлсізбін.
не істесем де олар мені солай санайды. Білесің бе, жалпы бәрінен шаршадым. Кешір, бірақ ағаларың әбден шаршады. Бәрі, әрқайсысы. Анау шұнақ құлақ багада өзінше Джеймс Бонд. Аяғында өзінің миллиондармен конопля биші. Аман ағаңда күлмес хан. Мына дәуіңде бәрі. Мен ештеңе болды, бұдан артық шыдай алмайым. Білесің бе, сен әрине кешір мені. Бірақ бізге үзіліс жасамай болмайтын сияқты. Иә, үлкен үзіліс. Үлкен үзіліс. Әйтпесе... Қап жетпеген осы еді. Мәссаған. Қуаныңдар, тұрмысқа шықпайым. Алло. Сәлем, Аман. Иә, мен. Жақсы. Иә. Аман. Әлгі... Қысқасы бір шаруа бар. Қарындас, фигураң зат екен. Өтінем, мазамды алмаш, қазір саған шамам жоқ. Гоха, бәрі дұрыс. Қараш, сен барсың. Сары тұлпар мінген ханзада да осында. Қане бірге жүр, мен сен алысқа, базардың ар жағын алып барам.
Марсель, басымды қатырмаш, әрине жоқ. О! Нақұрыс, Марсель, жібер! Бұның не, есің дұрыс па? Ағаларым білсе оңдырмайды сені. Нақұрыс, жоқ, сені қазір өзім ақ өлтірем. Иоанн! Мұнда не болып жатыр? Неге басы кір? Жай қаптың ішінде картошка болған. Не болып жатыр? Мен қайдан білейін? Гоша, сенің тұрмысқа шыққың келді ғой. Біз мұнда ақылдасып, бір шешімге келдік. Дұрыс айтасың. Тұрмысқа шығатын уақытың болды. Біз келсеміз. Аман аға, бұл не шыныңыз ба? Қыз өміріндегі ең бақытты күн осындай болады деп ойлайсыз ба? Жоқ. Шыққым келмейді. Болды. Тек маған тыныштық беріңдерші. Айта алмай ашылып сөзімді, білдірмей жасырып сезімді. Армандап аңсаумен көзілдім бір өзіңді. Көзіме қаратып көзімді, тыңдамай таусылған төзімді. Сырларын ашатын кезім бұл жүрегімнің. Сүйемін, сүйемін, тек саған ғана ғашық жаным. Білемін, мен үшін жаралдың, білемін. Сүйемін, сүйемін, жетеді жасырғаным. Тек сенде соғады бұрыннан бұл жүрегім. Өзің жаздың ба? Аяқтаған жоқсың. Үзіліс жасаймыз дегенің қайда? Өкінгенің? Маған оның қажеті жоқ. Ештеңеге өкінбеймін. Менің бар өкінетінім, кейде Аман ағадай ақылды, Асан ағадай сабырлы емеспін. Қан ағадай көңілді. Аян ағадай байды емеспін. Багадай батырлық та жоқ. Бірақ мен өзіме және өзімнің махаббатыма сенем. Ал сенші? Құрметті қонақтар, бүгінгі неке қию салтанатында сіздерге
Ұзабекова Гаухар мен және Айгерімова? Айгерімова. Кешіріңіздер. Айгерімова Айдар. Айгерімов Айдар. Ұзабекова Гаухарды әйелдікке алып, өміріңнің соңына дейін сүйікті жар, бақытты күйеу болуға дайынсың ба? Иә. Күмәнім де жоқ еді. Ұзабекова Гаухар, Айгерімов Айдарға тұрмысқа шығып, бақытты жар болуға дайынсың ба? Әрине. Егер маған шықсаң, одан да бақытты болар едің. Дегенмен, Иә. онда сіздерді ерлі зайыпты деп жариялаймын.